Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Діндар үйді ипотекаға алуға шариғаттың тыйым салатыны туралы уағыз айтты. Имамның бұл уағызы Инстаграмда тарады. Оның айтуынша, жалдамалы пәтерде тұрған абзал, өйткені ұрпақ иманды болып өседі. Ипотека алуға болмайды. Себебі оның өсімпұлы бар. Менің пәтер жалдап келе жатқаныма бірнеше жыл болды. Ақшамда ауаға шашып жатқандаймын. Біреуге текке төлеп отырмын. Одан да ипотекаға үй алсам, өзіме қалар еді ғой деген сөз айтылды. Пәтер жалдап тұрсаңыздар, оның ішінде иманды, ибалы ұрпағыңыз өсіп жатыр. Уайымдамаңыз. Жатақханадан бастаған небір ағаларымыз бар. Адам өмір бойы пәтер жалдамайды. Ондай адам жоқ. Алла тағала бәрібір үй береді дейді діндар. Мұны желі оқырмандары қызу талқыға салып, қарсы пікірлер қалдырған. Енді өлеміз бе? Бұл сөзі артық деп ойлаймын. Қумаңдаршы. Итте ақылшы болды ғой. Ауамен тамақтанған пайдалы деп айтпай ма? Қазіргі заманда ипотекасыз, несиесіз ештеңе істей алмайсың. Өзі жалдап тұрып көрсе, түсінетін шығар деп жазды көпшілік. Сәлем бердік балалар. Инстаграмға шыққаннан кейін бір бейбіт әңгіме айтып жүрген тұрғанымды кейін жегенде мен сияқты. Сөйтем білем оғымды шабаймын. Кешеге шыққан интервью Самалы Ыбыраевадан Ренат Саитов аққан. Осы әңгіме айтқан қазақ өкпе қиса да өлімге қимайды деуші еді ағайын. Ренат бауырым өлімге қиды. Қанды қаңтар оқиғасын білді, бізге айтпады деген сұмды қауіп шағышы. Кәдімгі мойыны қандар. Ал енді оған кәдімгідей аузына сөз салып, ыңғайлап, Люкасыз неге жек көреді деп ана жерде Самалы Ыбыраева өзінше сөйтіп байласа мен неге жек көрдім? Ренат мен тұрғылас адам емес, өнері бір деңгейлес адам емес, жақсы деңгейлес адам емес, саясатта лауазымы деңгейлес адам емес. Енді қазір жалпы өзі әр нәрсені көңілін толмай айғайлап шыққан адамның бәрі қазір популярный бола беретін заман ғой. Ал жалпы қарым-қатынасымыз білгіңіз келсе, бұлай істейді. Қазір бір осы нәрседен ұнатпайтын нәрсе бар. Біреуге жазған хатын, сөйлеген сөзін бір шығарып жатыр, аманат қиянат жасап, тексіздікпен. Біреудің айтқан сырын елдің бетіне жарияға жар салып жататын осындай тексіздік. Қазір жан-жағымыз басып кетті. Мына жерде мен ондай жағдайлар емес, кәдімгі мәжбүрлік үйде жалпы Ренат екеуміздің арамыздың қандай екенін көрсететін бір нәрсені тыңдайық. Қараңызшы. Бекболат аға, ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз күшті қуатсыздар маған. Ренат Саитов деген жаман бауырыңыз болды. Жақсы емессің. Аға, сізге бір айтарым бар еді, бір кеңес сұрайып, бір ақылдасатын жарым бар еді. Қалай сөйлесе аламын? Бәрежаладан сақтасын. Мен аға айтайын деген бір ау. Бәрежаладан сақтасын дейді. Үнемі бәрежалады сөйтіп маған. Сөздің ойымның түйіні мынау. Сіз енді айналамызға бір қарайықшы деймін де, осы бізді қазақты қазаққа айтақтап қойып, неге осы бір-бірімізді бөліп жатыр деймін де. Сіз айтасың. Сен мойындап отырсың, мен айтақтап жатыр деп, бірақ мен айтақтаған ешқандай айтаққа қонған жоқ қой. Неге бөліп жатыр деп мен сенен сұрайын. Маған тескен сен. Айтысты да тескен сен, басқа жерлер тескен сен. Ана класстас бауырың айтқаны бар, класстаста мектепте білмеймін, ай өзім сонда бір інім бар, спортшы. Ағашы көңіліңіз болмаңыз енді, ішіп алып, шегіп алып, сол айта береді Ренат дегеннен кейін бір жағынан кешіріп жүр. Шын көңілде, шын ниетінде саясаткер болам деген ойда екенсің. Ондай ойда болып айтсаң, ол дұрыс нәрсе емес. Содан ақынымызды, бәрімізді, біз соның жетегінде жүрміз негізінде, мен оны өз басым мойындаймын. Неге? Соның жетегінде жүрміз, оны өз басым мойындаймын. Еш соның бір отырып ақылдасайықшы деген маған сізбен. Бұл мүлдем басқа нәрсе секілді маған. Қазаққа шейін ұлдастырып қойды. Оны дінді де айта беруге болады, саясатты да айта беруге болады, бірақ нәтижесінде қазақ пен қазақ, үкімет пен халық десек те, қазақ пен қазақ осы арамыз қатты бөлініп жатқан секілді аға маған. Сол жайында бір ақылдасайын деп едім сізбен.
дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Қалай десе де, ана жапалақпен тас тұрсығында жапалаулы, таспен жапалақ тұрсығында жапалаулы деген сияқты. Қалай болған жағдайда осыдан тек қана кепер шегетін зиянға ұшырайтын қазақ өте дұрыс айтасыз. Осы саясаткер боламын дегенде сен айттың ғой, заңдар жаттап саясаткер болу. Адам заң жаттап саясаткер болмайды. Адам тарихи заңдылықтарды меңгеріп саясаткер болады. Bir нәрсені біледі. Ахмет, Міржақып, Әлихан дақтарған қасында жүрген қазақтар. Бірақ солық кейін өздеріне дейді. Сендер маған жабысыңдар. Менің көзім құтылға тырсаңдар, артынша сол нәрсе сендерге келеді. Тарихтың заңдылығы солай. Сквернообразно дейді ғой. Тарих қайталанып отырады дейді. Несі қатты байқаңдар оны мәселеде. Енді мынандай сөз айттыңдар. Ағалап тұрсың. Жаманайын деп тұрсың. Мойындайын деп тұрсың. Қазаққа деп жаның ашқанда жолың ауыздан шықты дейді тұр. Астеге шаруың бұл 200-лік па? Тексіздік па? Ана жаңа классасын айтарсыз жаңа. Ішіп алып шеге болып айта береді дегенде сол сөзін айтқанда терпиласың ба? Чорсың ба? Бұл қалай түсінуге болады? Біліп тұрсың, көп нәрсені біліп тұрсың. Қазақ айтылғанның жаман екенін біліп тұрсың, сөйтесің де осындай деп интервью бересің. Енді осыншама популист болуға, осыншама бір танымалдықтың құл болуға бола ма екен? Білемін, жұртың шыққан сен басында жаңа айтсаң айтқан шығарсың. Халық жайлы сөз. Кейін сен бұл сенің конегің айналды. Бұл сенің кәдімгі бір мал табарың айналды. Бұл елді шулатып қойып мына жақта бар ғой, жылтиып қарап тұратын кәдімгі білесің бе? Өте бір жақсы емес жағдайға айналды. Бауырларым қойыңдар. Қазақ мен жалғызым дейсіңдер де, төпелейсіңдер. Айттым ғой сіздерге, баршаңызға айттым. Мен саясаттан кеттім. Мен әлемдік этноспорт конфедерациясында қазақ дейтін ұлттың атынан Стамбул сияқты қалада жұмыс істеп жүр. Бұл қазақтың абыройына жұмыс істеп жүрген адаммын. Неге сонша етегіме жармаса бересіңдер, шәуілдеп бәрін? Ағай, ақылға беріңіздер. Айта кетейік, Ринат Зайытов таяуда отандық баққа берген сұхбатында Бекболат қаңтар оқиғасын білді, бірақ айтпады деп айыптаған еді. Көп уақыт созбай, Тілеухан да өз жауабын бейнеүндеу арқылы жолдаған. Бірақ кімнің халық адамы, кімнің ібіліс адамы екені бірден байқалды. Қазақ өкпеге қиса да өлімге қимайды деуші еді. Ағайын, Ринат бауырым өлімге қиды. Ханды қаңтар оқиғасын білді, біліп тұрып, бізге айтпады деген сұмдық, ауыр жала жапты. Кәдімгідей мойныма қанды артып жатыр. Бекболат Ринатты неге жек көреді? Депті. Мен неге жек көремін? Ринаттың менімен жасы, өнері, саясаттағы лауазымы деңгейлес адам емес. Менің аузымнан жеке көремін деген сөз шыққан емес. Мен оны жек көрмеймін. Заң жаттап саясаткер боламын депсің. Адам тарихи заңдылықтарды меңгеріп саясаткер болады деп бастады Бекболат Тілеухан. Сөзі өтірікке тола екен. Экс-депутат бұл видео үндеуінде Ринатпен қарым-қатынасы туралы ашық айтып, Зайытовтың өзіне бұрын жіберген аудиожазбасын тыңдатты. Аға, сізге айтарым бар еді. Кеңес сұрайтын, ақылдасатын шаруам бар еді. Қалай сөйлесе аламын? Ойымның түйіні мынау. Қазақты қазаққа айтақтап қойып, неге осы бір-бірімізді бөліп жатыр деймін де. Ақынымызды, бәрімізді. Біз соның жетегінде жүрміз негізі. Мен оны өз басым мойындаймын. Соны өзіңізбен отырып, ақылдасайын деп едім. Қолдасаңыз делінген Ринаттың Бекболатқа жіберген аудиожазбасында. Дәл осыдан кейін Тілеухан қатты заланып, Ринат Зайытовқа видеода ауыр сөздер айтыпты. Енді ағалап тұрсың. Ал істеген шаруаң мынау. Бұл 200-лік пе, тексіздік пе? Әлде терпиласың ба, чертсің ба? Мұны қалай түсінуге болады? Осыншама танымалдылықтың құлы болуға бола ма екен? Деп ашуланды Бекболат. Сондай-ақ Тілеухан бұл бейнеүндеуінде 2019 жылы өткен президент сайлауында Қосановты қолдап, кейін басы дауға қалған Ринаттың әрекетін тағы да есіне салған. Мысалы, Қосановтың сатып кететінін сен білдің бе? Меніңше білген жоқсың. Мен саған баяғыда бір бағдарламада Ринатжан, ақылы бар ит сүйекті жұтпас бұрын, кейін қиын болмас үшін шығатын жерін өлшеп алады деп айтқанмын. Содан кейін сен заң жаттап, саясаткер боламын деген жылы 2 сағатқа РОВД-ға кіріп шықтың. Шыққан кезде іннен суырған саршынақ сияқты сүмірейіп, жиналған бақсыдай болып, сондай сынық жүзбен сабанға түскенсің. Ринатжан, байқа. Мен сияқты қазақтың қамына өмірін арнаған адамдардың етегіне жабысып, атақ жинамайсың деп түйіндеді сөзін Тілеухан.